Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында сгущенка қосылып жасалатын тәтті рулеттер дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Ақуыздың үстіне қантты аз-аздан қоса отырып миксерлейтін боламыз. Ақуыз бен қантымыздың көлемі 2-3 есеге ұлғайып, қанты әбден еру керек. Міне осындай қою масса болғанға дейін араластырамыз. Енді сарыуызымызды миксермен бір араластырып жібереміз. Үстіне сүтімізді, майымызды қосамыз. Елеп алған ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді қосып араластырып аламыз. Оны сарыуызды массамыздың үстіне салып миксерлейміз. Бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Енді екі массамызды біріктіріп, лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай астыдан үстіге әбден жақсылап араластырып аламыз. Осылай астыдан үстіге араластыру арқылы біз массамызды басып алмайтын боламыз. Енді противенімізге пергамент қағазын төсеп, жаңағы дайын болған массамызды осында құйып, бір тегістетіп жайып шығамыз. Бір жағына аз, бір жағына көп болып қалмауын қадағалаңыздар. Жақсылап бір тегіс қып жаймалап алғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған духовкамызда 15 минутқа пісіріп аламыз. Міне осылай қызарып піскен основамызды орамалымыздың үстіне теріс аударып, пергаментінен босатып аламыз. Және сол ыстық күйінде орамалымызбен тез-тез орай қоямыз. Рулетіміз суығанша начинкасын дайындаймыз. Ол үшін вареный сгущенкамызға қаймақты қосып, миксермен араластырамыз. Вареный сгущенка дептікін пайдалансаңыздар жақсы. Салқындаған рулетімізді ашып, ортасына начинкасын жағып шығамыз. Начинкасын қалауларыңызға қарай жидектер қосып жасай берсеңіздер де болады. Міне біз жағып алдық, енді рулетімізді орайтын боламыз. Екі жағын кесіп, тарелкаға қойдым және бетіне еріген шоколад жағып шықтым. Осылайша рулетіміз дайын болды. Өте дәмді, балалар әсіресе жақсы көріп жейтін тәттілердің бірі. Балаларыңызға магазиннің зиянды қоспалармен жасалған рулетін сатып алғанша, осылай үйде дайындап берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.